Қайнатуды мүлде қажет етпейтін ащы салат әзірлейміз. Ол үшін 2 кг пиязды тазалап, орташа қалыңдықта ұзыншалап тураймыз. 3 кг тәтті бұрышымызды алып, пияздың қалыңдығында етіп тураймыз. Жұқа етіп турасаңыздар, ол араластырғанда езіліп кетеді. 5 кг қызанақты алып, тазалап, ет тартқыштан өткізіп, салатымызға қосамыз. Дәмдеуіштерден 1 бау укроп, 1 бау сельдерей және 1 бау петрушканы тазалап, майдалап, турап, салатымызға қосамыз. Сонымен қатар чеснок, оны осылай жұқа етіп, кольцо тәріздес етіп тураймыз. Қалың болып кетсе, кейін салат жеген кезде ащы болады. Тоз қосамыз. 1 ас қасық сірке суын қосамыз. Және ащы бұрышты осылай тазалаймыз. Тұқымымен бірге тартуға болмайды, ащы болып кетеді. Ет тартқыштан өткізіп, салатымызға қостық. 300 грамм май қосамыз. Барлығын қосып, араластырып, 2 тәулікке салқын жерге бетінен ауа шығып тұратындай етіп ашып жауып қоямыз. 2 тәуліктің ішінде бірнеше рет араластыру қажет. Әбден араластырып, соғы шыққаннан кейін банкіге салуға дайындаймыз. Салынған банкіні салқын жерде сақтау керек.